Жүргізушілер, сіздер автокөлік басқарып кетіп бара жатасыздар, алдарыңыздан жол патрульдік полиция қызметкерлері, яғни нысанды киімде, қол сермеу арқылы, жезл арқылы, свисток арқылы, дауыс күшейткіш арқылы сіздерді толықтай тоқтата алады. Сіздер жан-жақтарына қарайсыздар, машинасы жоқ қой, спец машинасы дейсіздер де, сіздер бағынбай кетіп қаласыздар. Ол біріншіден дұрыс емес. Жол патрульдік полициясы жаяу бағытта тұрады, өзіне бекітілген аумақта. Олар қолдарында рация болады. Осындай автокөлік, мемлекеттік белгісі осындай, бізге тоқтамай кетті деп передавать етеді. Сіздерді келесі экипаж тоқтатады. Не үшін тоқтамайсың дейді. Сіз айтасыз, көрмей қалдым дейсіз. Оның 971 бұйрыққа сай видео жетондарында барлық бейне жетон түсіп тұрады. Сіздерге бағанағы видео дәлелдемені көрсетеді, яғни тоқтамай кеткеніңіз туралы. Сіз көріп тұрып тоқтамай кеткеніңіз туралы. Сіздің алдыңыздан шығады өткен тоқтады, сіз тоқтамай кетіп қаласыз. Сіздерге қатысты 613 баптың бірінші тармағымен сіздерге әкімшілік хаттама толтырады. Яғни сіздерді наркологическийге апарады, үрлейсіздер, травмпункттен өтесіздер. Одан ары қарай сіздерге әкімшілік хаттама толтырады. 613 баптың бірінші тармағымен сіздерді 3 күн әкімшілік қамаққа алады. Не болмаса 40 айлық есептік көрсеткіш штраф салады. Бұл жерде ешқандай право лишения болмайды. Тек қана 3 күн жатасыз приемникте, не болмаса 40 айлық есептік көрсеткіш бағанағы штраф төлейсіздер өкіметке. Сол үшін жолда жүрген кезде мені көрмей қалады, мен байқамай қалады деген ондай нәрсені ұмытыңыздар. Заң бәріне ортақ. Полиция қызметкерлері тоқтатқан кезде тоқтауға міндеттісіздер. Ондай қателікке жол бермеңіздер. Сол үшін осы видеоны өз достарыңызға таратыңыздар. Мен заңгер юрист Ғабит Ергешбайұлы, өз міндеттеріңіз бен құқықтарыңызды біле жүріңіздер.